Неге біздің қазақ кедей? Ал неге қазақтың жерінде отырып басқа ұлт өкілдері бай болып отыр? Бұл сұрақты әр қазақ өмірінде кем дегенде бір рет ойлаған. Қоғамда осы тақырыпты ашық айтуға қорқатындар бар, бірақ үнсіз жүре берсек жағдай өзгермейді. Қазақтың тұрмыс салт мәдениеті көшпелі болған, мал бағып күнелткен. Бұл табиғи өмір салты еді, бірақ нарықтық экономикаға бейім емес. Ресей империясы мен кеңес дәуірінде қазақтың дәстүрлі шаруашылығы жойылды. Ашаршылық, ұжымдастыру, репрессия халықты әлсіретті. Кеңес кезінде қазақтар көбіне қара жұмыс істеді, ал басшылықта басқа ұлттар көбірек болды. Егер ғасырлар бойы қазақты басқару құқығы өзінде болмаған болса, тәуелсіздік алғаннан кейін неге жағдай өзгермеді? Қазақстан бай мемлекет. Мұнай, газ, уран, алтын бар. Бірақ бұл байлықтың пайдасы қарапайым халыққа тимейді. Қазақтардың көбі ауылда тұрады. Ал ауылдағы жұмыс ең аз жалақы беретін сала. Қазақтар көп жағдайда мемлекеттік қызметке тәуелді. Ал ол жерде айлық төмен. Басқа ұлт өкілдері көбіне бизнеске, саудаға, өндіріс пен қаржы саласына кіріп кеткен. Неге қазақтар шенеунік болуға ұмтылады, ал басқалар кәсіпкерлікке? Қазақ көбіне ұят болады деген сөзбен өмір сүреді. Қолында аз болса да той жасайды, қарыз алады, байлық жинамайды. Қазақ баласына мал мүлік емес, той жасауға ақша жинайды. Басқа ұлт өкілдері үй бизнеске салады. Қазақ көбіне бір-біріне қызғанышпен қарайды, ал басқалар ынтымақпен кәсіп жасайды. Біз неге ақшаны көбейту емес, көрсету үшін ғана жинаймыз? Қазақ жастары көбіне заңгер, экономист, мемлекеттік қызметкер болғысы келеді. Инженерлік технология, өндіріс саласына барғысы келмейді. Басқа ұлттар нақты кәсіпке, саудаға, техникаға бейім. Қазақ ауылда мал бағып қалса, басқалары қалада дүкен, завод, бизнес ашады. Нәтижесінде қазақ аз ақша табады, басқалары көп ақша табады. Қазақстандағы байлық санаулы әулеттердің қолында. Бұл әулеттердің көбі қазақ шенеуніктер, бірақ олар халықпен бөліспейді. Яғни қазақты кедей қылып отырған басқа ұлт емес, қазақтың өз бай шонжарлары. Халық кедей болса да шенеунік байып жатса, біз кінәні қайдан іздеуіміз керек? Қазақ тек мемлекеттің айлығына қарап отырмай, кәсіпке бет бұруы керек. Қазақ білімге инвестиция салуы керек. IT, инженерия, ғылым. Қазақ бір күндік тойға емес, болашақтағы капиталға ақша жұмсау керек. Мемлекет ауылды көтермей, халық ешқашан байымайды. Қазақ тек қазақша сөйлеп қана қоймай, ағылшын тілін меңгеріп, әлемдік деңгейде бәсекеге шығуы керек. Қазақ кедей болған үшін басқа ұлтты кінәлауға болмайды. Қазақтың кедей болуының басты себебі тарихтағы ауыр кезеңдер, саясаттағы әділетсіздік және ең бастысы өз менталитетіміз. Бірақ қазақ еңбекқор болса, білім алса, біріксе, ешкімнен кем болмайды. Қазақтың кедей болуы тағдыр ма, әлде өз қателігіміз бе? Біз бай болу үшін алдымен ойымызды, мінезімізді өзгертуіміз керек емес пе? Қазақтың бойында бір жақсы қасиет бар, қанағатшыл. Бірақ осы қанағат кедей халықты алға жетелемей, керісінше тоқырауға ұшыратты. Аллаға шүкір, барымыз осы деп қолдағы азға мәз болдық. Бұл әрине имандылық жағынан жақсы, бірақ экономика тұрғысынан алып қарасақ, халық ілгері баспай қалды. Басқа ұлттар ше, олар керісінше. Олар кішкене пайда тапса, соны айналдырып, өсіріп, кәсіпке айналдырады. Ал қазақ не істейді? Бірден той жасайды, ысырап қылады. Біреу мал сатып алады, бірақ оны өсіріп кәсіпке айналдыруға емес, ел көрсін деп мал сояды. Ақша келген бойда ұшып кетеді. Қазақстандағы байлықтың көп бөлігі халыққа емес, шағын элитаға тиесілі. Мұнайдан, газдан, ураннан түскен табыстың тең жартысы халыққа жетпейді. Неге? Себебі экономика әділ бөлінбейді. Миллиардтар офшорға кетеді, ал қарапайым халық базардағы қымбатшылықпен күресіп жүр. Мысалы, бір отбасының айлығы 200 мың теңге болса, оның жартысы азық-түлікке кетеді. Қалғаны кредит пен коммуналдық төлемге жұмсалады. Сонда адам қалай байиды, қалай инвестиция жасайды? Бірақ бар кінәні тек билікке артып қоюға да болмайды. Халықтың өзі де қателік жасайды. Кітап оқымайды, тіл үйренбейді, қарапайым қаржы сауаттылығын меңгермейді, өнім шығармайды, тек тұтынады. Басқа ұлттарды қарасақ, олар шетелде оқып, елге қайтып бизнес ашады. Қазақтың көбіше шетелге кетіп қайта оралмайды, ал қалғаны тек айлыққа қарап отырады.
Елімізде бай мен кедейдің айырмашылығы өте үлкен. Бір жағында алтын унитазда отырған шенеунік, екінші жағында күнделікті нанға ақша таппай отырған қарапайым отбасы. Бұл теңсіздік қоғамды шаршатып бітті. Бірақ неге халық шыдамдылық танытып отыр? Себебі қазақ әрқашан төзімді, сабырлы, ал сол сабырдың арты көбіне әділетсіздікке жол береді. Егер қазақ бай болғысы келсе, ең алдымен өзіне сұрақ қою керек. Менің уақытым қайда кетіп жатыр? Менің тапқан табысым неге көбеймейді? Мен өз елім үшін не істеп жүрмін? Көп тіл білу байлық емес, бірақ болашағыңа жол ашады. Кәсіп бастау тәуекел, бірақ ертеңгі ұрпаққа мұра. Бірігіп еңбек ету қиын, бірақ халықты көтеретін күш. Сонда қазақ кедей болуға жазылған халық па? Жоқ. Қазақтың тарихы батырлықтың, намыстың, еңбекқорлықтың тарихы. Егер әр қазақ өзінен бастап әрекет етпесе, бұл ел қай уақытта байып, қай уақытта теңеседі. Көршілерге қарасақ, бізде қандай қазына бар? Мұнай бар, газ бар, уран бар, алтын бар. Бірақ бәрібір халық кедей. Мысалы Жапонияны алайық. Онда мұнай да жоқ, газ да жоқ, жер қоры да бізден әлдеқайда аз. Бірақ халқы әлемдегі ең бай, ең еңбекқор халықтың бірі. Неге? Себебі олар ғылымға, технологияға, еңбекке сүйенді. Ал біз шикізат сатамыз, дайын өнімді қайта сатып аламыз. Қысқасы, қазақ арзанға сатады, қымбатқа сатып алады. Қазақ қонақжай, кеңпейіл, бірақ осы қасиет кейде зиян болып та шығады. Жиналған ақшасын бизнеске емес, тойға шашады. Баласына білім емес, қымбат көлік әперуге тырысады. Үй салуға дайын, бірақ завод ашуға жоқ. Бұл мінез қайдан шықты? Кеңестен қалған әдет. Кеңес кезінде халыққа кәсіпкерлікке жол берілмеді. Халыққа тек жұмыс істеу үйретілді. Бірақ ақша табу мен көбейтуді ешкім үйреткен жоқ. Қазақтың болашағы білімде. Бірақ шындықты айтайық, біздің білім жүйеміз әлсіз. Мектептегі мұғалімнің айлығы мардымсыз, университеттер сапасыз. Студенттің көбі тек диплом алу үшін ғана оқиды. Сапалы білім іздегендер шетелге кетеді. Ал білімсіз халық ешқашан байымайды, себебі байлық тек ақшамен өлшенбейді. Ол ақыл мен ғылымнан шығады. Қазір бір үлкен қауіп бар, халықтың шыдамдылығы шексіз емес, баға өсіп жатыр, айлық көтерілмейді. Жастар шетелге кетіп жатыр. Егер осылай жалғаса берсе, ертең Қазақстанда кім қалады, кім жұмыс істейді, кім елді көтереді? Бір күні халық жетеді деп айтуы мүмкін, сол кезде елдің тағдыры қыл үстінде қалады. Бірақ үмітсіз болмайық, қазақ бай бола алады. Ол үшін әр адам қаржы сауаттылығын үйренуі керек. Кәсіпке, өнім шығаруға көңіл бөлу керек. Білім мен ғылымды бірінші орынға қою керек. Халық бірлігін сақтап, бір қазаққа бауыр деген қағиданы ұмытпау керек. Бір ой айтайын, қазақ тарихта талай қасірет көрген, ашаршылықты да, соғысты да, репрессияны да басынан кешкен. Бірақ ешқашан жоғалған жоқ. Сол қазақ бүгін бар. Ендеше біз кедей болып қалуға емес, қайтадан еңселі ел болуға лайықпыз. Ал енді сұрақ, қазақтың байлығы неге өзіне жетпей жатыр? Бізді неге үнемі біреулер басқарып байлығымызды алып кетеді? Қашан қазақ оянып, өз жерінің иесі болады? Өз ойыңызды міндетті түрде комментарияға кіріп жаза кетіңіз. Видеоға лайк басып, арнамызға жазылуды да ұмытпаңыз. Және видеоның сілтемесін жақындарыңызға жіберуді де ұмытпаңыз.